Сен айтшы. Енді мен келген себебім жаңа айтып кеттім ғой, басында айтып кеткенмін әңгімені. Сен кірдің, сосын 2 рет көк картаға түскенсің ғой. Иә, енді оның бәрін қазір айтсам ол әңгіме көп. Жоқ, айтылу керек қой ол. Мән бермеді ғой ең басында, дұрыс қой. Сенгем жоқ қой мен. Сенбедім, сенбеген. 2 рет сенбедіңіз бе сонда? 2 рет сенбей, 2 рет не серьезно қарағам. Не серьезно қарағам. Қазір серьезно спайды ғой. Миллионнан Асемнің қаныңды іштің ғой дейсің ғой. Қалай не серьезно болады. Уже мен жаңа жұмыстардың бәрін ала көл дедім ғой, қысқартып жатырмын бәрін. 4-5 орын болған базарда, оның бәрін 1 орын жасадым. Міне, қазір оның бәрі осыған байланысты да, жайдан свободный жүру керек жаңа. Жүріс-тұрысың анда-мында араласу, орта көбейіп. Ақшаң көрген кезде дейсің ғой. Иә, оның бәрі бөлек. Ақшаның пакеңнің несін зарплатасын сұрап мотивация боласың. Иә, мотивация болды дейсің ғой. Иә, действительно солай. Мен айтайын ба, мен ақшаға егем жоқ. Русланға қарағанда мен ақшаға егем жоқ. Мен саяхат, ақша жетеді бұда. Саяхатқа келген адам болады. Нефтяник дейсің ғой. Бір жағынан қолдау, жаңа көңіліне қарап қолдау, ары қарай. Мен бізде енді білесіздер, 2 бағдарлама бар ғой, серіктестік. Клиенттік бағдарлама. Мен клиенттікті таңдадым. Мен жұмысым бар, қажет емес, мен клиентім болып жүре берейін. Ай сайын жүздерім салып қоямын. Содан кейін алғашқы круизден қайтып келгеннен кейін көзім жетіп, бәрі ұнады, қысқасы. Содан кейін маған ой келді. Неге? Мына мүмкіндік пайдаланып, неге мен айналамдағы достарым, туыстарым осында көру керек қой. Керемет мен жақсыны көрмек керек. Соны жан-жағыма айта бастадым. Мен Русланға қайтадан өтірсіз. Мынау істеуге болады екен ғой. Мынау керемет мен айту керек қой жан-жағымызға. Эгоист болмау керек қой деп, иә? Руслан, басынан қайтадан түсіндіріп берші деп. Отырып, қайтадан бәрін жазып түсіндіріп берді. Осақ па деймін ғой. Ана бизнестің, біздегі бизнес жоспардың қарапайымдығы сонда мен сұрадым. Болды ма осақ па деймін ғой. Болды осақ дейді. Мынан бір беттік парақшаның жартысына ғана түседі. Иә. Бизнес насалып. Иә, сөйтіп мен жаңағы серіктестікке ауысып кеттім. Серіктестікке ауысып, жан-жағыма айта бастадым. Қанша ай клиент болып жүрдің сен? 9 ай. Ойба. 9 ай клиент болып жүріп. Сосын туғансың дейсің ғой. Иә, сосын 8 адам маған иә деді. 8 адам, 80 адам болып үлкейіп кетті ғой, қазір. Тамаша. Енді әркім әрқалай келеді менің айтпағым. Біреу ақшаға келеді, біреу саяхатқа келеді. Біреу мүлдем сенбейді, ешқайсысына сенбейді, бірақ әйтеуір келеді. Әйтеуір тіркеп ақшасын салып жүреді. Иә. Бірақ бір күні көзіміз жетеді. Біздің жалын негізі отказдың чемпион. Патологын қойған ғой. Негізі мен анау музыкант, әнші, композитор деп елестетіп қалған жан-жақтың бәрі. Отказ болды ғой, түр жаман отказ болды ғой. Мәссаған, басында ше шок болдым кәдімгідей. Адамдардан күтпейсің ғой енді өзің күліп күлген адам өзіңе кіріп кететін жақсы көресің ғой. Бәрі күліп жүрген, бүйтіп сырнайып жүрген адамдар бәрі отказ беріп уже байқайды. Қанша отказ болды сенде? Менде өте көп отказ. Примерно 200-ден асқан ба? 200-ден жай асады ғой, жай ғана асады. Мен қазір мына жерде айтсам список бар негізі. Список бар. 2 блокнот жатыр ғой негізі үйде. Списоктер адамдардың телефон нөмірлерімен бәрі тұр. Кімнің қандай уақытта кездесуге шақырған кезде келмей қалған адамдардың бәрін тізім тұр ғой негізі. Қара тізім дейсің ғой. Жоқ, қара тізім емес, енді ол да түсінуге болады. Әр адамның өзінің бір уақыты болады деп ойлаймын. Енді сенің бірінші адамы кім болды? Бірінші адам Тарлан тобындағы Айбек братан, сол кісі студияға келіп, сол кісінің қанша уақыт өтті соны тіркелген? Мәссаған, біраз уақыт өтіп барып тіркедік қой ол кісі. Бізде негізі 50% болу үшін 5 адам керек қой? Иә, 5 адам керек, сол 5 адамға жете алмай кеттім ғой. Мәссаған. Қанша уақыт кетті сенде? 5 адам. Біраз уақыт кетті. Сен бір цифрмен айтса, біраз көп. Қанша? 2 ай ма?
бұл кісінің біразы қандай деп отырмыз дейсің. Біразы қандай бұл кісінің болғанда біразы қандай шамалы бір жылға жуық жай кетті ғой уақыт, бір жылға жуық. Сапаңдап жүрдім дейсің. Сонда сен 5 адам 1 жыл жинадың ба не? Бір жылдай кетті ғой. бірақ жалын қарса болатын бұл тоқтаған қайтпайды ғой иә сонда. тұрақты Менің ойымша сондай. тұрақты Менің ой сондай болғанда мынау Дисциплина бар да? деп ойлағам ғой, тастайды деп ойлағам ғой мен. Жалынды ма? Тастайтын. Енді ойлашы, 1 жыл 5 адам тіркемей жатыр. Мен жеп алып орманға кетіп қалам ба деп ойладым. Жоқ, сосын бар. Жоқ, мынандай да бір инструмент болды ғой. Қасыңда кейбір адамдар, кейбір орталар болады ғой. Сен сондай орталардан бір жағынан құтылатын әдемі инструмент болды ғой негізі. Отказ десең еліктен өткізеді Жоқ, айналып. енді сен ойымша мынандай сұрақ, мына отказ дейтін 1 жыл 5 адам таппай жүргенсің ғой мысалы, иә? Иә. Қандай себебі мысалы, неге байланысты ол? Өзіне байланысты ма? Әр адамның өзіне байланысты, басында қандай инсайт жеткізе білу. Презаны ше дұрыс жеткізе білу. Сосын бәрін бірдей партнерлыққа шақыра бермеу керек. Саяхатқа шақыру керек деген сияқты ғой. Сосын негізі эмоциямен басында негізі отказға өзім үйренбегем ғой. Бәрі иә дей берген ғой саған иә осы. Негізі өмірде отказға онша көп үйренбеген екенмін. Сол кезде көзім жетті. Өзіме вызов тастадым ғой. Өзімді жаңа қырымды дамытқым келді. Сөйтіп эмоциясыз тәртіпке үйреттім өзімді, бір сөзбен айтқан кезде. Күйіп піспеу керек та адам отказ жасаған кезде. Күйіп пісіп басында мәссаған кәдімгідей. Анау маған не үшін отказ береді? Мен оның пәлен тірлігін бітіріп бермем ғой деген сияқты нәрселер болады ғой. Неше? Келе жатырмыз. Негізі эмоциясыз тәртіп, бір сөзбен айтқан кезде. Сол дұрыс нәрсе. Өз-өзімен жұмыс істеген ғой жалын. Өзімен жұмыс істеген. Былай айтқанда, жалпы айтқанда біздің компанияға негізі эмоциямен әйелдер кіреді ғой. Ал ер азаматтар, мысалы, мен эмоциясыз кірдім, мысалы. Негізі жалпы ер азаматтар тек расчетпен кіреді ғой, расчетпен. Мынандай істесең, осындай табысқа шығасың деген сияқты. Бағана Руслан айтқандай, миллион теңге алу үшін, мысалы, миллион теңге ауыр болуы мүмкін, мысалы, ал біздің компанияда миллион теңге алу үшін тек саяхат қой. Иә. Саяхат, білім, командный жұмыс болды. Енді жалын, сен командада қанша адам бар қазір? Жалпы. Қазір маркетинг директорсың. 60-ға жуық адам бар ғой менің командамда. Иә, уже сеньорға уже жақындап. Сеньорға жақындап келе жатырмыз. Бронь алдың ба, бронь? Жақындап. Бронь алдық 2025 жылдың қаңтарының 4-нен 11-нің арасында Парс шығанағын алдық. Қанша адам бар? 9 каюта, 20-дан аса адам. Бәрі сенің адамдар. Менің командамда. Красавчик. Жарайсың, осындай кезде мына жарайсың. Бала шағаны тура осы моментте. Қандай күшті, иә? Бізде көбісі бірінші круизға Персидский заливқа барады, Дубай, Абу-Даби дейтін. Ал жалынның бірінші круизі Японияға барған ғой. Жапонияға барды. Саған Жапониядағы ғана қызықтар енді. Мен ана Шәуілдірден Талап деген ағам бар ғой. Ол кісі математиканың мұғалімі, қарапайым. Сол үйдегі жеңешеміз екеуі Жапонияға барып бір ләммим демеді ғой, бір қыңқ етпеді ғой. Жаңағы жолын көтерген кезде де давай мен Жапонияға баруым керек деп, сенен қалмауым керек деп бронь жасап, сөйтіп Жапонияға барып, ол жақтағы ағасының баласы оқып жатыр екен. Онымен кездесті. Неше жыл көрмеген екеуі бір-бірін? Оған қазір. Сосын Кореяға барамыз ғой, Пусанға. Сол жерде өзінің жаңағы 7 жыл көрмеген бауырымен кездеседі ғой. 7 жыл бір үйде тұрған бауырын 7 жыл көрмеген. Ол бауыры семьясымен сол Кореяда жұмыс жасап отыр екен. Кореядан шығып кетсе, қайтып кіре алмайды. Сондықтан келмей жүрген, сол кісімен жолығып Пусан қаласында мәссаған енді. Сол жігіт әдеке келген ғой, Пусанға. Иә, басқа қаладан келген. Негізі басқа қаладан. Асан деген ба, бір қаладан. Иә. Сол қаладан келген. Енді мықты көріністер болды. Жаңағыдай видеосы бар. Екеуі бір-бірін көргенде 7 жыл. Енді бізде көбісі адамдар, мысалы, Америкаға, мысалы, армандап жүр да, Америка.
Вот мендегі кісі иә, мысалы Америкада біз былай айтып жатырмыз, бірінші сен Шенген визаны алу керексің, бірінші сен неге Европаға бару керексің деп айтамыз ғой. Бірақ Японияда, Япониядан кейін уже Америкаға тапсыруға болады екен. Американың визасы. Иә, Япония как Европа сияқты ше. Уровень бір. Ол ана G8 мемлекеттер кіреді ғой, G8. Иә, бірақ біздің командада Алия Байтөре деген бар. Бұл таза паспортқа алған ғой виза. Иә. Америкаға. Америкаға, иә. 10 жылға берген ғой, бүкіл семьямен алған. Пожалуйста. Иә, бұл білмеймін, неге байланысты білмеймін, бірақ иә. Түрге қарап бере салған да. Алия біздің мықтың лидер. Түрден бұрын не ғой негізі ол түр өз алдына уверенность болу керек шығар деймін. Иә. Бұл жерде жаңағы недеш посолдың алдына кіргенде интервью қабылдайтын офицер. Консулдың настроениясы байланысты дейсің ғой. Өзіңді қалай Или бешбармаққа барған ба, білмеймін, әйтеуір. Берді ғой. Иә, өзіңді қалай көрсетесің, қалай сөйлейсің, бәріне олар көңіл бар. Оңай емес. Нормально. Саяхат. Қысқасы енді Алланың қалауымен осы компанияның көмегімен біраз жерді аралап бастадық қой. Бұл тек бастамасы ғана. Негізі. Әлгі 19-20 ғасырдағы француз философы Альберт Камю деген кісі айтқан екен. Саяхат біздің өзімізді қайта табуға, қайта таптыратын керемет құрал дейді. Өзімізді қайта табатын керемет құрал саяхат. Ол мысалы саяхат жалпы саяхат мәселесі қасиетті Құран кәрімде айтылады. Алланың құдіретін сезу. Алланың үшінші жақта айтады ғой, менің құдіретімді сезіну үшін жер әлемді аралап көріңдер дейді. Өйткені жер әлемде біз мысалы 8 миллиард адам бар десек, бірдей адам жоқ қой. Иә. Ал жерлерде сондай да, мұхиттар, теңіздер ұқсамайды. Иә, бір-біріне ұқсамайды да. Тамаша. Юник дүние да, юник дейді ғой. Ешқашан қайталмайды. Бәке, Соны көріп, қанша круиз болды тегін? менде жалпы 3 круиз, 2 тегін болды ғой менде. Европа бағытындағы, Руслан бәріміз. Рүскеңде 7 круиз болған. Менде Жапония тегін болды. Компания есебінен болды. Оның ішінде жаңағы Wi-Fi, бәрі тегін болды. Бұған қызмет қылатын есік алдында адамдарға дейін болды. Пәке, сізде қанша круиз тегін болды? 5 круиз. 5 круиз тегін болды ма, Пәке? Жалалабадтан. Қай жақтарға барып қайттыңыз? 2 рет Персидский, 2 рет Америка и 1 рет Япония. Біраз жердің басын қайып тапсырмыз. Америкаға 2 рет, е? Иә, американский круиздер, Багамский острова. Негізі енді Америкаға визаны да алып алдыңыз. Иә. 10 жылға алып. қазір 10 жылға бар, иә? Любой время кете бересіз, иә? Отбасыңызбен алдыңыз. 8 жыл қалды енді. 8 жылдан барасыз, валла. Жылына барамыз ғой енді. Жылда барып жатсыз ғой? Иә, жылына барамыз. Қашан қайдан болып жатсыз? Бұл кісі айфонның соңғы моделін Америкадан барып алатын адам ғой. Майами. Пәке, негізі сізде адаптация қалай болды? Негізі шынымен сіз өзіңізге қожайын, өзіңізге би болып жүрген адамсыз ғой? Америкада ма? Жоқ, осы инкрузиске дейін да. Ауысу. Өте қиын болды. Адаптация. Өте қиын болды. Енді ойлашы, 27 жыл. Бір өзіңіз істеп қалған адам мен елестетемін да, действительно. Кезінде дискотека Алдавай деген болған ғой. Дискотека Алдаваймен бәрі басталды ғой. Мен творчеством жалпы. Алдавай кеттік деп содан бастап кетті. Алдавай. С утра дейтін өлең бар. Таңертең қара. Осы дискотека Алдавай, сосын Орда тобы, сосын Даус Интернешнл, сосын Дилназ Ахмадиева, Яшлык, сол кезде солар болған ғой, солармен басталды негізі. Сөйтіп 27 жыл өтті, прикинь. Қалай өтіп кеткенін байқамадыңыз. Иә, сам не заметил. Сөйтіп негізі көбісі білетін шығар, енді студия көбісі подвалда болады ғой. Сол подвалдың ішінде 27 жыл отырған музыканы жазып. Музыка әншілерге жаздым, киноға жаздым, рекламаға жаздым, радио, телевидение, в общем,
Мен әкем 8 жаста мені музыкальный неге мектепке тапсырған, бұл сенің наны болады деген ол маған. Мен ойлаған, мен басқа жұмыстармен никогда айналыспаймын деп. Тек осы музыкамен. Бірақ біздің өмірімде бәрі уақытша. Именно пандемия кезде маған осындай понимание келді, ой келді. Ертең мысалы не істеймін мысалы, ертең енді әр адамның өз уақыты болады ғой, мысалы пенсия шыққанша енді музыка жазбаймын ғой мысалы. Сол үшін пандемия кезде той бітті, әншілер жоқ, мысалы ән ешкімге керек жоқ деген сияқты. Сол кезде 42.500 теңге 2 рет алғанбыз әйтеуір. Қиналып отырып, в общем. Осын компания Incruzis зерттеп бастадым, осын ноутбукты аштым да. Не компания, көбісі лохотрон дейді, пирамида дейді, қалай болады екен. Сол қазір получается уже қанша 4 жыл өтті. 2022-де студиядан шықтым. Сол кезде региональный аштым. Региональный ашқан кезде, региональный директор бұл 250 адам. Сол кезде мен шықтым студиядан и айттым. Өзіме айттым, короче, сен нөлсің деймін, болды, мынаны қоя сал, Incruzis алда бар істе дедім. Өйткені ол үлкен жауапкершілік қой. Сіз сөйтіп, осы жерде жүріп қазақша үйреніп алдыңыз ба сонда? Оған дейін білдіңіз ба? Оған дейін де білдіңіз ғой негізі? Біздің Ермек Мұқаш дейтін бар ғой. Сол бірінші рет келген кезде орысша айта алмай, қиналып. Орысша сөйлесе отырасыз ба? Ол білмейді ғой, мен білем дейді. Нам аранжировка надо сделать деп, бірдеңе. Мен Ермекке айттым, қой, шырағым ай, қазақша айт, қиналмай. Бар орысшасын шашты. Риза болды ғой кәдімгі. Енді сендер білесіңдер, мысалы, ең басында 96-97 жылда, мысалы, көбісі біздің эстрада орысшылау болған ғой, мысалы. Орысшылау. Яшлык, Ар-клуб, Дельнас, Парвиз, Алдавай дейтін, көбісі орысшылау болған ғой. И, мысалы, примерно где-то 98-ма, 99-ма жаймен уже потихонечку қазақшалана бастады. Қазақша болды. Басқа тренд басталды мысалы. Сол кезде Қайрат Нұртас келді. Қайрат Нұртас келді. Ауырмайды жүректер ма? Ең бірінші бастаған ауырмайды жүрек. Ауырмайды жүрек әкелген кезде сол алып келді ма, былай диктофонға жазған ғой авторы. Гитарамен әшейін былай медляк қылып шо, сондай алып келген. Мен записке келдім деді. Бірақ енді мен айттым, мен бармайсың ба дауыс жазуға? Бірақ аранжировка жоқ дейді, музыка жоқ дейді. Енді қалай, неменеге жазасың дейді. Десем, бірдеңе қылшы дейді маған ше. Ойбай, қазір запись болса мен қалай үлгермеймін ғой. Енді 45 минуттың ішінде ауырмайтын жүректің істедім. И биттім. Сен қазір мынаған жас дедім да. Бұл как? Бір ретке хотя бы. Пробный, я. Сосын келесінде и добивать етеміз деп айтқам ғой. Болды, бұл бердімда, бұл бар дауыс жазған біздің звукорежиссер Валентин дейтін. Сол енді где-то примерно 1 сағаттың ішінде сведение жасады, берген ғой. Сөйтіп, ертесінде кемеді, 1 апта өтті, 2 апта өтті, содан кейін барахолкада уже ұрып тұрғым анау. Демо-версия, пробный версия. Демомен келіп қалмасын ба? Демомен сөйтіп тарап кеткен, сөйтіп хит болды. Содан кейін басталды Нұрболат, Абдуллин, Ернар, Айдар дейтін уже қазақша тренд басталды. Жігіттер тобы, Сакен Майғазиевпен біраз істеген. Сол историямен сондай жалпы. Тамаша. Сол кезде сізді қарапайым халық танымайды. Әлде де танымайтын мен. Енді Incruzis'та қазір көбісі қарапайым адамдар. Қазір уже танып бастады. Мен қарапайым адамдар танымайды, тек жұлдыздар таниды деп айтады. Жоқ, менде мынадай жағдай болған ғой. Қызық жағдайды қарасаңыздаршы. 95-ші жылы, 95-96 жылдары біздер қазақ радиосын тыңдаймыз бәріміз.